соңына дейін өтетін болсын. Ну, прямой эфирлерге көптен бері шықпадым. Давайте. Сеул, 1990 жыл. Я пациент психотерапевтической клиники. Неясные галлюцинации голоса являются частью моей повседневности. Но в последнее время эти галлюцинации длятся дольше, теперь они не исчезают, пока не приму лекарства. Граница между реальностью и иллюзией еще больше размылась, и я все больше чувствую, что попал в ловушку между ними. Ага. Каждый день люди со странными лицами приносят мне лекарства, у меня даже нет сил, реальны ли они, или это галлюцинации. Тем не менее, как ни странно, собирание кусочков кукол единственное успокаивает. Я не знаю почему. Если это действительно лечение, сколько еще мне надо терпеть эту боль? Короче, біз түсінгеніміз бойынша, біз пациентпіз. Твои симптомы постепенно улучшаются. Тағы 8 күн лечение өтсең, сен нормальный өмірге қайтадан ораласың дейді. Бірақ та сен көріп жүрген бір түрлі фигуралар үйде. Ол сенің галлюцинацияның ұлғаюына мүмкін. Прими лекарства, не знаете, попытайся успокоить свою комнату. Потерпи еще немного, и сен полностью жазыласың дейді. Так, өткен жолы не айтып отыр едім, толығымен ютубта бір видео салдым, бірақ толықтай өткен жоқ, өте алмадым. Бір жағынан ол жерде звукта, бір жағынан тестировать етпедім, қарамай сразу кіріп кеткеннен кейін что-то ана жерде шум болды, тағы да бір нәрселер болды, сонымен кішігірім не в тему, некачественный видео шығып кеткен болатын. Сонымен бүгін хотя бы 1 сағат, 1,5 сағаттың ішінде бұл ойынды өте алсам, соңына дейін, ақыр соңына өте аламын. Так, бізде мына жерде не комната. Так, маған мына жердің бәрі таныс, в принципе. Егер де галлюцинация жоғалып кетсе, или барлығы нормально болса, есікті аша берсең болады. Егер де галлюцинация жоғалмаса, сразу барды дәріңді іш дейді. Так, мұнда не бар? Мен галлюцинациямен каждый день ауырам. Обычно ол порядок, нормально. Бірақ мынандай галлюцинациялардан сақ бол. Жоғалмайтын галлюцинациядан, сенің артыңнан аңдайтын галлюцинациядан. Если меня прикоснуться, мен обморокқа түсем. Все, в общем, талып қалам дейді. Скоро новый видео. Сол үшін бұны өтейін деп шештім. Короче, бұл ойынның ережесі, тағы да бір түсіндіріп айта кетейін, бұл комнатаны дұрысынан жаттап алуымыз керек болады толығымен. И содан кейін келесі кругтарда уже галлюцинация іздей берсек болады. Походу, мына бірінші кругта галлюцинация жоғау деймін, походу. Так, мұнда шторы, гүл, телефон, шкаф, жастықтар, орындарын бәрін. Примерно мынаны өзімнің үйім сияқты жаттап алған. Білем уже, қай жерде не тұрғанын. В принципе, ваза, сағат, аквариум, балықтар бар ішінде. Кухняда бір тексеру өту керек болады. Асты нормально, холодильник, миллер, виски, шампанский барлығы орында тұр. Мынаның іші пустой, алмалар барлығы бар. Сонымен қазір не істейміз? Бізде комнатамен танысып алу керек. Ботинка, мусор, так, дәрі ішу. Дәрі ішу деген соң, мына жерде дәріміз тұр, соны ішеміз, болмаса ішпейміз. Так, полотенце, давай, есікті ашамыз. Ваннаның ішіндегі тұрған орындарын барлығын жаттап алуымыз керек. Туалет ашылады, аха, 2 бумага, полотенце. Так, сабын, 2 сабын. Так, менің отражением жоқ қой, айнада. Так, мына жерде көк шлангысы бар екен, жақсы жаттап алды. Есікте бізде бүгін кім келіп тұр? Хо-хо, мынау кім? Что-то түр дейтін бір түрлі екен. Давай бүйтек бір түрлі екен де ойнатпай қойын өтірік. Білем мен бұның түрін. Бұл персонаждарды анықтағанымды толығымен білем. Короче, қазір бізде бірінші кругта аномалия жоқ. Сонымен есікті смело аша берсек болады. Сонымен бізге дәрімізді әкеліп тастайды. Вот қызықтар енді басталады. Екінші күнге келдік. Так, екінші күнге келдік. Есікті ашамыз. Енді осы жерден галлюцинация іздей берсек болады. Соңғы жағдайларға байланысты из родного тела был обнаружен на вилле в горах провинции Кендего. Все жертвы имели следы насильственных внешних повреждений. Полиция проводит поисковые операции, учитывая возможность того, что другие пропавшие без вести могут быть еще живы. Аномалия.
В частности, учитывая обнаруженные различных медицинских инструментов на вилле, следователи рассматривают возможность того, что подозреваемый может быть практикующим доктором. Мы продолжим освещение этого дела. В общем, жертваның бәрі изуродованный болып, бұны кім және не үшін істеуі мүмкін? Белгісіз. Лампочка бар, екі картинка, көзін жұмып тұр. Так, доктор. Так, бір кореянка бар екен, кішкентай қызымен. Бари және Гому. Бұлар кім екені белгісіз. Телевизор барлығы нормаль. Дата 1990, календар жақсы. Свет өшет жанады, ішінде еш нәрсе жоқ. Жастықтар орнында. Сонымен, егер де бір аномалия көріп қалып отқан болсаңдар, мен байқамауым да мүмкін. Мен қаншама рет өткізіп алдым, байқамай қалып. Соны жазып отсаңдар да болады, егер де көріп біліп отсаңдар. Так, мына жерде так, биылар орнында алмалар бар. Так, мынау қайсы есік тоқылдат. Так, бір қарап өтейік. Кім келіп тұрған? Так, мына жігіттің аузынан шаш өседі. Мигай, білмеймін қандай екен. Так, ваннаға келеміз. Туалет бумага орнында бар. Екі бумага полотенце орнында. Так, мына жерде. Ештеңе өзгерген жоқ. Жота мен либо көрмей қалдым мына жерден. Қайшы болды ма мына өзінің орнында? Мына жерде қайшы болды ма мен вроде? Қайшы көрмеген сияқтымын алдыңғы өткенімде. Так, қандай кішкентай сурет бар ма еді? Так, мына жерде вроде японский иероглифтар өзгермейтін сияқты. Бірақ мынандай кішкентай суреттер болды, походу. Қазір есікті көреміз. Пока мына жерде ешқандай аномалия жоқ, ашып көреміз. Иә, дұрыс. Тұрыңдар кәдімгідей жутя ғой, таза. Сонымен үшінші күнге келдік. Так, мында не бар? Так, мына аномалияны білем. Сразу алыстан қарап тұра берейінші. Мынаны білем. Мынаны алдыңғы бірінші кругта өткен кезде. Мынаны білем. Оп, твою. Сен келесің ба не үшін мен артымнан? Эй, тез. Сразу ондай аномалия көрсе, сразу қашам мен. Өткен тез өтіп тастауым керек мынаны. Менің де өзімнің ішімде алдымнан бері неше осыдан бір ай бойы ма демалдым ау деймін. Демалғанда конкретно айтайын, еріндім. Прямой эфирге де шыққым келген жоқ. Мына жерде сразу байқап қалдым. Аномалия, мынау аномалия. Сразу. Мынау не записка. Соны мен бір-екі күн демалам деп ойлағам. Кім келіп тұр? Кім келіп тұрса да. Аномалия бізде бір-екі күн демалам деп ойлағам. Соны мен бір апта өтті, 2 апта, 3 апта, 4 апта. Сонымен ай өтті. Так, ну что за кукла? Я всегда мечтал стать знаменитым, но сейчас, не сейчас. Так, мында барлық орнында, телевизор, дата. Тез тексеріп шық. Воу! Башу мать сен, қазір шықпайтын едің ғой. Тварь. Мә? Жоғалып кетті ғой мынау. Мен де бірінші рет жоғалып тұр мынау. Оның алдым болмаған. Мынау көрдім, и сразу бар дәршетін. Бірақ та мына жерде жоқ, мынау что-то новое маған болып тұрған. Жаңадан болып отыр. Егер де аномалия жоғалатын болса, бәрі нормально деді ғой. Жаңа маған айтты ғой. Мына жерде бәрі бар. Суреттер орнында. Шкафтың ішінде ештеңе жоқ. Бөлмен телефон тұр екен, главный. Бізде, получается, қайшы манадан бері тұрған болып тұрған мына жерде. Так, мында барлығы сабын. Короче, мына жерде аномалия жоқ сияқты. Егер де манаға аномалия жоғалған болса, значит, бәрі нормально. Қазір мынаны көреміз. Ойлап қалдым, чуть 2 секундқа ойлап қалдым, мынау есік что-то қақпай тұр, и бірдеңе бар шығар деп. Календарда барлығы нормально. 1990 жыл ойынның басында бізде Сеул 1990 жыл деп шығарып берді ғой. Так, бізде ваннада бәр... Мен ба жүріп отқан?
мынау менің жүрсін ба? Шен піл ұқсап топыт етеді екен. Ол сонымен мына жақта. А чо, не бар светтің ішінде? Мен ойлашы енді монитор мына жерде. Мен 2 километр жерден былай ойнап отырмын. До того кәдімгідей қорқынышты да мынау. Жуть. Жоқ, свет нормально жасайды. Мына жерде де ешқандай аномалия жоқ сияқты. Оп, дәл таптық. Нормально болады бізге. 6-шы күнге келдік. Біздің білуімізше жаңағы 8-ші күн өтеміз нормально қылып, сонымен 9-ші күн шығып кетеміз. Так, мынау чүм, ейман, не болып отыр мына жерде? Не болып жатыр? Мен Борейді кездестірдім, ана өлең айтты, жақсы. Так, мынау сразу аномалия, артқа қарамаймыз. Фредди Крюгер келді, сразу үшеміз, артқа қарамаймыз. Бір бритва подаркаға беру керек сияқты жаңағы. Шашы ұзын жігітке, аузынан өседі екен де. Бірақ менде манағы мужик тұрған бар ғой мына жерде. Ол бірінші рет жоғалып тұр, прикинь, серьезно айтам. Давайте лайктарыңды басып отырыңдар, подписаться етіп отырыңдар. Менде, если что, мынау основной емес, бұл стрим үшін арналған страница. Так, мында қалай? Сағат өзінің орнында. Примерно көзбен шолып шығып жатырмын. Примерно мен білем бұл жерлерде не тұрған. Так, шкафтың іші нормально. Так, қайшы өзінің орнында. Че-то, ешкім есік соғып тұрған жоқ сияқты да? Естіп тұрсыңдар ма? Ну, чё за фигня? Ау, келе ма маған жақындай ма? Еле болмаса? Есік ашсам бірақ көтімді бірақ айыратын сезіп тұрмын. Бұл, конечно, бұл шейсің. Мына жерде басқа ештеңе жоқ па? Адамды қорқытатын. Тағы бір көрейін, может. Если... Ёпашу мать! Жоқ, мен жақындадым. Мен ойладым, манағы тұрған жерінде тұратын шығар деп. Бірақ бұл тағы да жақындайтын болса, мен мынау негізі қайтадан қараған себебім, может бұл жоғалатын шығар деп ойладым. Давай сразу дәрін іше қойық онда. Сегізінші күн. Бірден едіп 8-ші күнге жеттік. Енді бір сюрпризбен күтіп olmаса болды. Так, бізде мына жер всегда ашық беді. Білетін бедіңдер, кім ойнап көрді мына ойында? Штордың артын... Оу! Шыңғырма. Кім қозғалып отқан? Бірдеңе қозғалып отыр. Күте тұр. Ана жына он может артына келіп қалмасын ол. Так, бұл запискіде бірдеңе бар сияқты дейді. Білмеймін, брат, мән беріп оқымадым. Так, мұнда бәрі нормально, шірік алма жоқ. Бір жерінде осындай бір кругта шірік алма тұратын білем. Аха, сен ба келген? Head and Shoulders келді. Так, мына жерде бар, сабын орнында. Так, мына жерде ешқандай аномалия жоқ. Мусорный пакет өзімен тұрды, оны білеміз. Сен неге есік қақпай тұрсың? Болды, жоқ, нормально, есік қақып тұр екен. Жоқ. Мен мына жерде бірдеңе жіберіп алған сияқтымын. Кім көріп жетісті? Бірақ бұл жоғалып кетті, бұл аномалияға жатпайды. Сонымен... Head and Shoulders па, Вашенко ма бірдеңе қолына таза жүрген. Еле болмаса 23 февральға бритва подарить етейік, сонымен қыртпасында нормально адам құсап жүрсін. Так, картинкалар бәрін өзінің орнында, календарь. Так, мына жерде жаңа аномалия болды, бірақ ол бірден жоғалғаннан кейін, что-то бұл аномалияға жата ма? Что-то сомнение ұстап қалдым кішігірім. Все, короче, ешқандай аномалия көрмеген телевизор. А что телевизор? Адам шошыттандашы телевизор. Мен осы уақытқа дейін миллион рет қостым. Что-то ешқандай аномалия көрген жоқпын, тек телевизордың қозғалатыны болмаса. Так, үстіңде ештеңе жоқ қой, да? Астыңда.
өзіңмен бірге құрттар алып келген жоқсың ба? Басың түсің дейді. Давай, ашам көрем. Болды, нормально. Ешқандай аномалия жоқ. Все, от души, братан, красавчик. Дәрімді алып келдің ба мен? Әйтпесе мына жерде жынға қайын деп отырмын. Воу, нормально. Бірінші кругтан өтіп жатырық. Мына жерде ешқандай аномалия жоқ. Күн жарқырап, керемет, Японияның, күншығыс елінің. Так. Екі қапталына ат шықпай ма? Оң мен сол есік. Артында біреуге атқан сияқты, по-любому. Ашыла ма мына есіктер? Алдыңнан шығады дейді. Кім шығады алдымнан? Алдымда вроде ешкім жоқ сияқты. Уах. Міне, табиғат деген осындай болады ғой. Өстіп жеңу керек қой, өстіп. Тез қашшы, тез. Сен тұрма мына жерде. Да, еще құлатып алып, жерге сүйреп баратыр ғой, прикинь. Базар. Сен не, далаға шықтың ба не? Бұл мүмкін емес. Сенің симптомдарың кездесіп жатыр. Дәріңді ішіп жүрсің ба, дұрыс па? Или болмаса ішпей жүрсің ба? Мен саған келем, скоро көтіңді айырам дейді. Так, біздің доктор соғып отқан. Что-то бізге кішігірім угрожать етіп жатыр. Бізді қамап қойған комнатасының өзі бір түрлеу ма. Так, бірінші кукланы жинадық. Получается, бізде біреу, тағы үшеу. Тағы екеуін жинау керек. Бір кукланы жинағаннан кейін, каждый запискада подсказка бар, если оқып жетіспей атқан болсаңдар, оған менің кінәм жоқ. Так, тағы бір қарайыншы. Мынау баяғыдан болған екен. Шторы. Так, мына жерде свет бәрі нормально. Телевизор. Дата. Свет. Қайтадан қараймыз светті. Так, жаймен. Мына жерде қорқытатын да жоқ па? Кәм Counter-Strike-тағыдай бит қарап жүрмін ғой, бит ат сайтын адам ұқсап. Түнде ойнайды дейді. Жоқ, если түн болатын болса, базар жоқ. Алда тағы да бір-екі ойындар бар, тауып берем, түнде ойнайтын ойындарды. Бірақ дейтін қазір мен күндіз қолым бос болып тұр ғой, түнде емес. Сол қолым босаған уақытта сразу осы өтіп sayınшы деп. А чё, мынау неге алынбайды? Отыра алам ба? Қалай отырады мынада? Жоқ, отыра алам. Неге алынбайды мынау? Так, мынау аномалия сияқты что-то. Кукланың басы жоғалмай тұр ғой. Мен сразу айтайын, мен есікті жапқан жоқпын. А чё? Жоқ, айнаны көрдім, білем мен, отражением жоқ екен. Өткен жолда мынаны біреулер сүрт деп еді. Что-то не болып отыр мына жерде. Сүрт деді, сонымен ақыр соңы толығымен сүртіп шықтым, бірақ ештеңе болған жоқ. Өзімнің отражениемді ақыр соңы көре алмадым. Маған қызық болып тұрғаны, мен мына есікті жапқан жоқпын. Айттым ғой, бірдеңе болатын сездім ғой. Изаттан отырған. Жақындатып қарай алмайым да. Артымнан ешкім келмей ма, точно? Что-то барған сайын. Қайдағы дәрі? Күте тұр. Дәрі бар ма не бізде? Дәрі ішуге бола ма не? Пока не могу дейді. Атаң басы. Саған оңайлықпен ішкізе қойды. Бұл мынау. Так, астыдан келеді. Кім келеді астыдан? Астыдан келмеді что-то. Сенің айтуың бойынша астыдан келмеді мынау. Кішкене өтірік болып кетті. Так, кукла. Что-то кукланың басын алуға. Жақсы, мынау өтірік. Қорқынышты емес скример ол. Так, не болып отыр мына жерде? Аквариумның ішінде. Так, мынау мен вроде есімде жоқ. Мына қызыл тас болды ма, болмады ма?
так. Кухняда бәрі нормально. Кухняда ондай көп аномалия болмайтын да сияқты. Сол, менің ойымша мұна тас болмаған сияқты. Так, кім екен келіп тұрған? Фредди Крюгер, тәттешка, сіз ба келіп тұрған? Өткен жолы андай тиктоктан бір нарезка көрген біреу мантоварка сұрап келіп тұр дейді ғой. Чоча гуля дейді. Так, мұнда бар. Жоқ, мен бұл ойында бірінші рет өтіп отқан жоқпын. Өткен жолы. Наңғыра. Мантоваркаңды қоя тұр сен. Мантоваркаңды қоя тұр. Мен кроссовкам қайда? Сіз алдыңыз ба мен кроссовкамды? Жатам, мұна кісі алмаған сияқты. Мынау аномалия сразу. Ары қарай өте берейікші. Мен кроссовкамды біреу періп кетті. Сәлем айт. Сен не істеп тұрсың? Алам? Жоқ, алмайды кім. Что-то мені бір жерге қолмен көрсетіп тұрған сияқты баруға. Так. Сен. Простите, доктор. Кто-нибудь, пожалуйста. Сен ояндың ба? Мен ойлағаннан тез ояндың ба? Маған не болып жатыр? Менің қолым неге байлаулы? Шешші менің қолымда. Бірақ мен шеше алмайым. Сен қазір особенный қыламыз. Сен сондай әдемі екенсің дейді. Мен қазір сенің бетіңде нағыз совершенствоны ашам дейді. Қазір сенің сұлулығыңда. Не болып отыр? Ёппа шумайт. Көмектесе алам ба мен ана? Тиіспешіш қарындасқа. Если ты продолжишь двигаться, получишь не такой красивый дейді. Бірдеңе болады сияқты. Көтім сезіп тұр. Көтім сезіп тұр. Келатыр. Жап. Әкең ой, кет. Енді қалған саған ұсталып еді. Итак, мана қуды ғой артынан біреу. Боль, которую она пережила, до сих пор не входит у меня из головы. Так, жалостранность. Получить свидетельство от жертв, которые подверглась незаконным медицинским процедурам и в неизвестном месте. Полиция пообещала сосредоточить усилия предупредил, что подозреваемый все еще удерживает жертв, но продолжает незаконную деятельность. Обращение этого дела так-то. В общем, тағы да бір информация болып жатса, сіздерге айтамыз дейді. Может ли быть, жақсы. Может ли быть, там бітіп қалған соң, до конца оқымай. Мына тас болған екен. Все-таки аквариумның ішін жаттап алған дұрыс болатын сияқты бізге. Так, мұнда ештеңе жоқ. Есікті жап дейді. Неге? Артынан біреу келе ма? Так, сағат, вазалар өзінің орнында тұр. Есікті қақпай тұр ғой ешкім. Жоқ, қақып тұр екен. Так. Сіз тісіңізді 10 жыл жумағансыз ба? Көзіңіз дұрыс көрмей ма? Бірақ көзі әдемі екен, базар жоқ, мойындаймын. Так, не болды? Бірдеңе өзгерген сияқты болды мен үйдің ішінде. Так, мұнда ештеңе жоқ. Так, мұнау не үшін аномалия сияқты? Бірдеңе дұрыс емес сияқты мына жерде. Бірақ не екенін түсінбей тұрмын. Вроде бәрі өзінің орнында. Мына екі тарелка болды ма мына жерде кухняда?
Че-то мен андай детальдарға мән бермей қалыптым кішігірім. Сурет. Жоқ, сурет нормально. Екі кішкентай, екі үлкен. Екі ыдыс болды дейді, жақсы. Онда тиіспейміз. Так, мусор. Кроссовкам бар. Ешкім киіп кетпеген екен. Так, асты, үсті. Мынау тіл емес, если что, жаңа біреу тілі ұзын деді. Давай, по ходу есікті ашып көреміз ау деймін. Иә, болды. Аномалия жоқ бұл жерде. Нормально, пока өтіп жатыр. 4-ші күн. Если бар ғой, жаңағыдай артынан біреу қуатын болса, алдын ала айтып қойыңдаршы сразу. Но не дейді? Не отводи взгляд. Бірдеңе шағылды ғой мұнда. Так, екі картинка. Телевизор орнында. Так, мынау екінші Google шығар, скорее всего. Сіз менің қызымды көрдіңіз ба дейді. Жоқ, кешір, вообще көрмедім. Так, мұнда бәрі нормально. Мынау аномалия ғой. Свет жанбай ма? Сіз қозғалғыңыз келмей ма, былай қарай? Че-то үстім бәрі дір етті ғой. Мен вроде қарап тұрмын саған. Қарап тұрмын, тұр. Болды. Че-то қозғалғанға көтім дір етті ғой. Так, нешінші күнге келдік біз бүгін? Так, 5-ші күнге келген екенбіз. Пока что нормально келатыр. Свет, телевизор, календарь, картинка. Так, Бори мен Гому екеу тұр. Картинка, лампа. Аха. Ваза тұр өзінің орнында. Бірақ уже манағы мужиктан кейін бар ғой, кухняға кіруге сескеніп қалдым что-то. Есікті ешкім қақпай тұр ғой что-то. Күте тұр. Есікті не үшін қақпай тұр? Қарақпай дейін. Аха. Есікті менің қарағаннан кейін бар қақты ғой. Так, мұнда сабындар өзінің орындарымен тұр, ретретімен. Мусор бар. Жоқ. Кітап. Так, мынау аномалия. Телефон алмайым. Аномалия. Алтыншы күнге келдік. Че там, екінші көріктің 6-шы күніне. Маған тиісі жаңағы екінші кукланы жинау керек болып тұр. Так, мынау болған жоқ, сразу айтайын. Клиника Sunshine, біз сізге көмектесеміз, арзан хирургия дейді. Так, мынау аномалия. Аномалия. Так. Саған қарамай қойсақ та болады шығар даже. 7-ші күнге келдік, давайте. Джиги, достар, қыздар, балдар. Сразу өтейікші мұнан. Мен алдың ойында өте алмай қалған герштельтім жабылмай қалды что-то. Соңына дейін до конца өтіп тастау керек болып тұр. Әдемі екенсіз, басыңыз бос па дейді. Жоқ, өкінішке орай, басым бос емес. Асыл қыз дейді. Так, мынау болды ма? Так, жақсы болды ғой мынау. Ашшы. Так, сағат орында қозғалып тұр бәрі. Ванна. Бір тексер жүрек кім келіп тұр. Мынау аномалия. Басы 2-ге бөлініп тұр ғой. Чё за скам? Не ол скам деген? Маған түсіндіріңдер жастардың тілдерін скам деген не ол? Так, фото, бәрі тұр, картинка. Аномалия болып тұрса да есік ашшы дейді. Есік ашсаң,
Сразу кутыңды бірақ... кукла екен ғой, что-то түсінбей қалдым, аномалия шығарды. Я поймал человека, который следил за Борей. Он попытался быстро уйти, сказав просто, и вот его зовут такого, она была Борей за свою дочь. Все понятно. Мына жерде ондай ештеңе жоқ. Полотенце өзінің орнында. Есікті қақпайсыз ба сіз? Есікті қаққыңыз келмей ма кішкене? Алло. Сондай шығар бәсе. Мына жерде есікті қағуын жалғастырды. Енді сонымен маған аномалия керек қой. Егер де есікті қақпай тұра берсе, оны аномалия деп дәрі ішіп беруге болатын еді жалпы. Есікті ашып көрдік па? Мынаның ішінде де ештеңе жоқ екен. Что-то есікті ашамыз ба, не істейміз? Или аномалия ма? Мына жерде что-то мен ештеңе байқаған жоқпын. Давай, есік ашам, походу. Онда Бля. Біз нені дұрыс қарамадық сонда? Бүгінге бір ошибка бар. Нені дұрыс қарамадық? Шкафты аштым, ішінде ештеңе болған жоқ. Енді қайтадан өтеміз ба? Так, шкаф. Кім келіп тұрған? Оу, айналайын. Апше, гүлайша апше. Мен алған жоқпын сіздікін. Басқа блогерлер алып кеткен шығар, басқа стримерлер мантаварқыңызды. Мен тиіскен жоқпын. Мен үйімде жүр ғой мынау. Екеуің осы сыйлайын. Кім мынау? Шық деп шыққан шық. Мынау не бәле вообще? Ой, анаң дұрайын. Сырайын. Мен тупикке не үшін кіріп баратым? Мына қарап тұруым керек сонда. Жүгір. Ебать, тез қозғалады екенсің сен еще. Күте тұр. Мынау іше берсем бола ма? Болады екен. Нормально. Что-то экранға кішкене жақындаймау деймін, кәдімгідей. Былайынан ойнап отырмын ғой бүйтіп. Көз шапалап ұрған Көз шапалап ұрған ештеңе емес, бізде көтіміз шапалап ұрып жатыр мына жерде. Так, сен маған тиіспейсің ғой да? Сізге бетсем қалай болады? Телевизор қосып берейін. Мына жарықтарға қарай тұрыңыз. Светті өшіріп берейін сізге, может. Сізге де қарап тұру керек қой. Походу. Қозғалмас үшін. Или мынау временный аномалия ма? Жоқ, атаң басы саған. Қарап тұрған ау маған. Төртінші күнге келік жаңағы ең соңғысын нешінші күнге келіп өліп қалып едік. Вроде 6-шы күнге дейін өттік, оны. Так, фотолар бар. Календарь бәрі нормально. Свет. Аквариумда балықтар. Неше балық жүр мұнда? Санаңдар 40 балық шығу керек мына жерде. Так, мынау не? Пересадка волос твоей дочери мне понравилась. Если это, я сказал это мужчине, который чайку постоянно пустил в голову. Я не могу держаться от смеха. Все, записканы алдық. Так, мыналар не? Мен жынды қылып тұр. Біресе есік соғады, біресе есік соқпайды. Қақшы есікті тез. Жақсы, есікті қақып тұр. Ол аномалия өткізіп жібереміз. Не болды әкең осы? Мына қорқынышты емес мынау. Өтірік скример мынау. Төбеге қара. Кімнің төбесіне қарайым? Вроде аномалия жоқ төбемде. Мә? Жоқ дұрыс екен ғой. Неге кіре алмай тұрмын деп қоям? Так, мен аномалия жоқ сияқты, походу есік ашамыз мына жерде.
От души, братан. Кім осы? Сен мейірімдісің, бар ғой. Так, картинкілер орнында. Бірдеңе шағылды ғой мынау. Қайсысы яппас шымайды? Ей! 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 Неғып жүр, ну? Толбайып па? Мен шілей телевизордан қорқпайтын шығармыз? Жақсы ішеміз, но аномалия ғой. Чөта мынау. Барған сайын. Әр күн сайын төбеге қара біреу кішкентай жабысып тұрады. Байқамай қаласың. Все, хорошо. Чөта нормально, пока ешкім жабысып тұрған жоқ үстінде. Так, нормально. Мен осы кухнядан бүгінге аномалия табам екен, что-то. Неге мыналар барған сайын есікпен ойнап тұр? Кетші. Адам қаны ішпей. Так, мынау аномалия. Полотенце жоқ. Полотенце мен бумага жоқ орнында. Балық аз. Санадым о 40 қо. 7-ші күнге келдік. Сендер мені өйтіп қудыртпаң. Айтасыңдар ма? Тұрсынан айттыңдар. Конкретно. Нормально. Так, үлкен балықтан примерно 3, 6, 9, 10 жүр. Кішкентайларын санамаймыз өйткен. Так, сабын, жіп бәрі өзінің орнында. Так, үстінде ешкім жабысып тұрған жоқ. Ботинка нормально, өзінің орнында тұр. 42-ші размер. Еш шықпайды. Жұмысқа барып келген, тек сатам, если что. Айна. Что за айна? Скорее всего, сен мына айнаны айтып тұрған шығарсың. Жоқ, мына жерде галлюцинация жоқ, мен білемін, отражением көрінбейтін. Аномалия жоқ сияқты, есік ашам. Кім айтқан есік аш деп? Кім айтқан есік аш деп? Күте тұрыңдар енді. Мен жұмыста отырмын қазір. Алма тұрғы холодильникте дейді. Жоқ, алма тұрғанын білем. Ол манадан тұр. Ол қалай шіріп кетеді ол? Так. Бәрін қайтадан ба? Серьезно, қайтадан ба? Міне, шіріген алма тұр ғой, міне, жақсы, біреу допустим. Жоқ, суреттерді қарадым. Жақсы, Фредди, қоя тұр сен. Мен түсіме кіресің. Алма, шіріген алманы алдым. Мен итак өзім ойнап отыр, бірақ көзім түсіп кетті да мына жерде. Аш деген сөздерге. Содан кейін жақсы енді тыңдап көрейін дедім да, аша қойып едім. Әттең өкініп қалғанымдай. Есікті ешкім қағып тұрған жоқ. Сразу айтайын. Если сіздерге естілмей атқан болса. Жасыл алма болып тұрды дейді. Серьезно ма? Так, мынау анаңды сенің деп айтайын дейін ба? Не сен аномалия дейін деп атыр едім, жоқ болып кеткен. Мына жеріне ремонт керек екен мына жерге. Так. Что-то есікті ешкім қақпай тұр ғой. Қағып бастай берсеңіз болады. Уже көріп қойдым. Жоқ, бұл аномалия емес. Сен қақпайсың ба? Жақсы.
Мынау аномалия екен. Дұрыс, өте дұрыс, аномалия сияқты. Мә аномалия. Бүйтіп, біреуін аласың, екеуін аласың да, бүйтіп сорап жатасың үйге барып. Неге оны үйге екпейді. Аномалияның бәрін санағанша үйде жатпайды. Есікті соқшы, айналайын көкеу. Есікті соқшы. Ойынның концепциясы есік соғады біреу. Мен барып қарайым, соғып тұрсың ба? Білет, мал! Кімді алып келгенсің өзіңмен бірге? Бар, болды. Бар екен аномалия. Бар екен, кешірім сұрайын. Эмоцияң өзімен өзі үстіне шығып кетіп жатыр. Барынша ұстап қалуға тырысып жатырмын, бірақ болмай жатыр. Аквариум. Білем, мынау не бәле тағы? Есікті ешкім соқпай тұр. Еще жаңағы раквинада біреу өзінің тампондарын тастап кетіпті. Мынау аномалия. Үшінші күнге келдік. Неге мен барынша тез бітірем десем де, сендер что-то маған бітірмей үшін андай өтірік қате айтып отқан сияқтысыңдар. Кухняда ештеңе жоқ. Телефон мен гүл өзінің орнында тұр. Мамаңның сенің артқы аяғы. Не мұнау? Кешіріңіз әпше, шомылып жатыр ма едіңіз? Мен дәрімді ішіп жата берейін, ар жаққа барып, төртінші күн. Картинка. Сразу осы жерді тексеріп болмасам, осы жерде көп болады аномалия. Чем кухняға қарағанда, кухня оңайырақ қой, холодильник бар жаңағы. Асты бар деген сияқты. Ол оңайырақ кішкене кухнядағы аномалия. Полотенце, мусор. Сен алыстан келдің ғой. Что-то мен есікке ерте жақындап қойған сияқтымын. Анау жетіп. Біреудің көті қанаған екен. Бұл дейтін эмоция беретіндей, енді кішігірім жерлері бар шығар, бірақ дейтін, по факту осознать етуге болады ғой, бұл дейтін, жай ғана графика, жай ғана 1 мен 0-дің қосындысы, жай ғана программа. Оның несінен қорқасың? Мысалы, мен ойнап отырып, артында біреу тұрса қорқушы едім. Налар что-то есікпен ойнап тұр. Граф Дракуланың үйінен шықтық что-то. Сіз басқа үйге кетіп тұрсыз, кешіріңіз. Ремонт жасап отырық мына жерде біз. Жаңа ванна сіз шомылып атқан соң әлі ремонт бітпей қалды. Артыңда біреу тұр дейді ол. Что-то вроде артында ешкім болмаған сияқты. Так, келдік. Нормально келатқан сияқтымыз вроде жаймен. 1990. Гүл орхидея бар. Холодильникте нормально. Человек-паук саған. Не болды? Әпше? Еле қарындас па? Мен сәл жақындап дәрімді ішіп алсам қарсы емессіз ғой, да?
Сәл. Тиіспеймін, сізге тиіспеймін. Туфлиңіз базар жоқ екен енді. Сәл. Оп! О! Нормально. Болады. Уайымдамаңдар. Человек-паук. ФЦК ғой бұл жай ғана. Нешінші күнге келдік, кстати, біз. Уже қателік жіберуге болмайды мына жерде. Мынау кім пианино ойнап отқан. Холодильник, нормально. Ешкім ештеңе салмаған. Не болып отыр? Менің артымнан біреу жүріп келе жатыр ма, или мен өзім ба? Піл ұқсап топыт етіп жүрген. Қарамайынша соқпайды есікті. Сабын өзінің орнында. Потолокта ештеңе жоқ. Мусор өзінің орнында, полотенце бар. Ваза, сағат. Тағы бір контрольный қараймыз. Өткен қателесуге болмайды. Аш деп айтпаң маған. Что-то сендер опасныйсыңдар. Менің өткенімді қалап отқан жоқсыңдар сендер. Так, нормально екен. Аномалия жоқ мына жерде. Есіктің төбесінде бар ма еді? Жоқ, есіктің төбесі таза. Мана тісінің сарысын қара. Давай ашып көрем. Қоя тұр. Мен сендерге сөйлеп атын, бәсе неге жауап бермейді дейм. Оказывается, бұл 6L дейтін интернет екен ғой. Сау болсын 6L, от души. Өстіп, анда-санда демалдырып тұрады, өстіп. Интернеттен өшіріп тастайды. Мынау алдында электриктер шақырып едім ғой. Осы ма? Айнаға қара дегендерің? Мынау ма? Осы үшін мен айнаға қаратып түсіндер ма? Жақсы. Что-то бір серьезный бір нәрсе шығар десем. 9-шы күн 2-ші кругты аяқтадық. Этот Такку тоже был жертвой этого доктора. Такку дейтін мынау сияқты, походу. Кеттік. Мынау да бізді бір жерге апарат ке, тағы да қашып барат бе, әкеңіміз артымызға қарамай. Мына есікке кірем ғой, точно. That hair transplant surgery I mentioned earlier, I just came up with a really ingenious method. I'm going to do it myself for you. Your daughter will be delighted to see this too. Скоро ты полностью приобрел. В общем, мына доктор эксперимент қойып отыр екен адамдарға. Taku, open your eyes. The surgery went absolutely perfectly. Now, how about you take a look in the mirror? Even you won't recognize yourself. Мен дайынмын естіш. Мына доктор екен ғой. Прикинь бәріне эксперимент опыт қойып жүрген. Телефон соғып отыр. Қашан? She's very sick right now. Your number was the only one written in her notebook. That's right. How is Bori? Bori has been asking for you a lot. Seni көп сұрады. She must have relied on you quite a bit. If you don't mind. Қашуға дайын отыр мен. I'll head there right away. Дейін бір. Что-то қашқан жоқпын ғой, что-то ал не болды? Не, бірінші кукла бар, екінші кукла бар. Қазір кішкене перерыв алам. Прямой эфир осылай тұра береді. Мені 5 минут күте тұрсаңдар, бір жерге барып келуім керек еді да, адам болған соң. Бір шығатын жерлеріміз бар еді да, осы жерде бола тұрыңдар.
Жоқ, қателеспек, туалетке кеткен жоқпын. Мен қазір данное время жұмыста отырмын, бір тауарлар алып келеді ғой. Соқпоқ анау мынау соларды қабылдап жатырмын. The suspect involved in the illegal medical practice case has been apprehended. Ровно Currently, he is denying all charges and continues to make Все обвинения controversial claims that продолжают делать human will and противодействие mental там. strength can overcome Все any силы pain. могут преодолеть In любой addition, боль. he has Кроме gone этого, so надо far сделать as to make заявление. statements that glorify past acts of brutal human И experimentation. планируется провести его Psychiatric психологическую evaluation оценку. is now scheduled to be conducted. Уағалейкум салам. Так, в общем, жаңағы доктор бәрін қыртып жатыр дейді. Сонымен жалғастырамыз. Аномалияның түбін тесек давай. Жасыл алма тұрған жоқ қой, главное, да? Неге дәріш? Мынау аномалияға саналмайды, сразу айтайын. Сендер ойлап болмаңдар анау аномалия деп. Бізге жаңалықтардан айтып отыр. Бірақ ол аномалия емес. Мынау кім келіп тұрған? Так, тәте келіп тұр екен бізге. Так, мұнда сабындар өзінің орнында. Главное, сабын таусып кетпесе болды. Кешке қарай шомылам деп планда отырмын, негізі кішігірім пландар бар еді. Мына есікті кім жапты? Мен шыққан кезде мына есікті жаппаған сияқтымын вроде. Так, сурет бәрі өзінің орнында. Бірақ по-любому мынау бірінші күн ғой. Ешқандай аномалия жоқ қой. Есік ашамыз. Айттым ғой. Бірінші күн яғындай рисковать ете беруге болады да смело. А если там 7-ші күн, 8-ші күн болып жатса, кішкене тағы 2-3 рет қарап бүйтіп қарап келуге болады. Бірақ бірінші күні қорқып өйтіп не істейміз оны? Ей. Кім мынау жүрген әкеңнің аузысы кейін? Оңға қарасам сол жағымнан шығады, солға қарасам мынау не кукла? Қорқытады ғой, примерно, скример ғой. Жоқ. Прикинь, кукла. Бірінші рет көріп тұрмын мына кукланы. Молодец, бәрекелді. Аңғара, не істеп отыр менің бочкамның ішінде? Көрші екенін білем енді. Кішігірім тұз сұраған шығармыз өткен жолы. Мынау кім? Мынау аномалия ғой да, анау жоғалған жоқ. Давай, нормально. Чатты спам етіп жаза бермеңдер. Спамжиктерді алып тастаймын, мен жесткиймін мен, если что. Так, сурет орында. Маған аномалия көрсеңдер айтың. Модератор даже менің әйелімде жоқ, ол модератордың правасы. Аномалия. Үйде тарақан жүр. Мынау есік соқпайды. Екі аномалия сразу. Давай, соңғы үшінші круг, давай, духтың бәрін жинаймыз қолға. Бір сектаға түсіп кеткен сияқты біреу жөді. Сен есік қақпасаң. Сен есікті қақпасаң. Сен есікті қақпасаң. Тағы да айтамын, сен есікті қақпасаң. Кім есікті қақып тұр? Менің сол жағымнан біреу сіккілеп тұр. Сен жақындадың, жақсы. Что-то мына жақтан дауыстар шығып отыр. Әкең аuz. Жай қақшы, жай қақшы, жай. Мынау мұн жақта да тұр. Мынау мұн жақта да тұр, бірақ мынау соғып тұрған жоқ. Түсінмем көршілерді. 5-ші күнге келдік. Енді осы жерден қателеспей рисковать етуге болмайды. Что-то потолоктан қайшы көрдім. Бірақ қайшы жоғалып кетті. Жақсы.
Кукла. Я надеялся, что у нее хватит сил. Я жақсы. Ешкім жоқ па мұнда? Все. Слава богу, ешкім жоқ. Так, мұнда бәрі нормально. Жақсы, өте керемет, тамаша. Есікті соғып тұр. Аха, төменге қарамаймыз. Аквариумның ішінде артық ештеңе жоқ. Дұрыстап қарап алу керек болып тұр мына жерде. Ештеңе жоқ. Сурет? Не сурет? Суретте доктор кішкентай қыз мамасымен отыр. Ол нормально. Сурет тұрды өзінен, болды. Қайшы жаңағы жерде жоғалып кеткен олмаса, а так мына жерде де барлығы нормально. Жоқ, мына жерде ешқандай аномалия жоқ деп ойлаймын. Көрдіңдер ма? Сендерге сенбей, дәріш дегенге сенбей, наоборот істеймін. Сендерге сөйту керек. Оп, не болып отыр мына жерде? Артына татуировка салып отыр ғана. Мынау жаңағы біздің көрші ғой. Енді түсінікті не үшін мені аңдып жүрген. Бір өші бар сияқты мені ала алмай жүрген. Телевизор 1990. Кухня таза, кухня, самое главное, кухня таза. Есікті ешкім соғып тұрған жоқ. Еба, даладан келатыр ғой. Что-то ерте келіп қойдық бізге есікке. Ана, 3-ші этажда тұратын көрші сияқты, мынау біздің астымыздағы. Тварь, собака, мал, қаз, гусь, долбан. Соңғы 2 күн қалды. Соңғы 2 күн сонымен өтеміз. Сонымен бәрі нормально болады. Так, но не записка. Имя пациента, цель нанести священный символ, причина во время процедуры наблюдать множество галлюцинаций. Жақсы. Мұнда записка аномалияға санала ма? Енді сұрақ. Басқа аномалия таппасам мен білмеймін оны. Далбайып, асылып қалған ба ну? Аңғар асылып тұр жіпке. Мал? Үйі, кең осы. Көрінбей ма мұнда сонда? Что-то менің ваннайымда ешкім асылып тұрған жоқ. Но по-любому аномалия. Глазокқа қараған кезде өзіңнің үйіңді көрмейсің, сыртты көру керексің ғой дегіз. 8-ші күнге келдік. Соңғы күн қалды, что-то дем жетпей жатыр. Қарама. Болды. Жоқ, мына жерде дәріге жүгіріп керек емес, мына уақытша аномалия ғой. Так, холодильниктің ішінде барлығы бар. Оғын тарақан шыққан жоқ мынаның ішінен. Кім келіп тұр? Так, балықбас келіп тұр екен, көзі бақырайып. Қозғалып тұрды анау дейді. Кім қозғалып тұрған? Ваннада бәр нормальный, четко, әдемі. Сабын бар, шампунь бар. Мусор.
Сурет. Қай сурет қозғалып тұрған? Ешқандай сурет қозғалып тұрған жоқ. Мына екеуі нормально көздерін жұмып тұр. Ешкім бақырайып қарап тұрған жоқ. Жаңағы болған ситуация аномалияға санала ма? Қалай? Мен записка тауып алдым біріншіден. Мына бүгін, жоқ, ол алдыңғы күн екен ғой, кешірім сұрайын. Свет. Чё свет? Не свет? Қай жерде свет? Свет жанып тұр үйдің ішінде. Свет бар, болды и так. Свет балық дейді. Аквариумның ішінде свет болды и так. Мен түсінемін, если аквариумның ішінде біреудің басы жүрсе, біреудің қолы жүрсе, ол аномалияға санауға болады, бірақ та мына жерде ешкім жоқ. Мынаның қолы тауықтың қолы сияқты. Есікті ашып көрем, походу. Кухня, свет. Кухняның свет. Нормальный свет. А чё? Не ұлттың светіне. Бочканың ішінде ешкім жоқ. Есікті ашып көрем. Есікті ашам, походу. Айттым ғой, аномалия жоқ. Қайдағын айтпаңдар. Так, кукла енді жоқ. Неужели бәрі бітті? Қара, негізі күн шығып тұрса әдемі комната. Японияның әдемі тұратын үйі да, бейт. Жұмыстан шаршап келесің, бейт, отырасың да, телек қарайсың, бейт. Қардың ашат, бейт. Орныңнан тұрасың, кухняға орасың да. Кухняның есік ашылмайды ғой сондай кезде. Давай, енді барынша шығып кетуіміз керек шығар. 3 кукланы да жинадық. Енді үй жаққа бару керек шығар. Where is this place? Why are you all here? Что это за место? Что это? Why are you doing this to Что me? вы со мной это делаете? Развяжите меня. Сейчас же. Таблетки, которые ты принимал, были ядом, который медленно разъедает твой мозг. Действительно интересно. Налар сөйлейді екен кәдімгідей. Адам екен. Now it will seep into your flesh and bones. You are no savior. Ойбай, кешірім сұрайын. Your greed made us what we Ты не are. спаситель. And now, Твоя жадность we'll сделала become нас your теми, кто мы nightmare. есть, и теперь мы станем твоим кошмаром. Aren't you excited? Our masterpiece. Разве ты не в восторге? Короче, біз доктормыз. Мына жаңа үшеуін қинаған доктордың рөлін ойнадық. Бұл үшеуі бізді ұстап алғанда үйге қамап кетеді, жаңа дәрі береді ғой бізге. Сол дәрімен жынды қылады. Сеул 2000 жыл. 10 жыл өткеннен кейін ғой енді. Виновник Yes, это. Mr. Kim, who had received a life sentence, Заключение was господин Ким 10 лет назад был условно-досрочно освобожден, что вызвало множество споров. И с тех пор исчез. Да были также подозрения, что Удо стояла. Во время решительно выступали против этого решения, а после этого исчезновения даже появились предположения. Это привело к новому расследованию ее прошлого. Прикинь, 10 жыл өтсе де, мынау әлі отыр жаңағы үйде. Мен отырмын, точнее. This has been Caseline. Thanks for watching. 10 жыл бойы, прикинь, далаға шыға алмағам. Аномалияны дұрыс таппағам ғой, 10 жыл бойы, ойлашы. Как вы думаете, что на самом деле случилось? Ну, я думаю, что, вероятно, не прожил долго. Честно говоря, такой человек заслуживает такого же жестокого наказания. Рвать, уничтожать, раздробить на части. Я постарался, чтобы он больше мужчин будет. Мынау менің түрім. Манадан
көрдім да ана жерде осымен ойын бітті наконец-то ақыр соңы басынан соңына дейін өтіп видеоны кішкене редактировать етіп ютубқа салып жүрген бұйырса нарезке ғой короче маған нарезчиктер керек еді бүйтіп стримда отырам нарезка жасап қоясыңдар да салып жібересіңдер кайф емес па сендерге контент қой мынау I'm not human дегенді ойнашы дейді иә примерно естідім бірақ что-то не жайлы екенін түсінген жоқпын оны тағы ойнайсың ба дейді жоқ потом ойнайтын шығармын қазір дейтін обедтің уақыты бітті қазір жұмыс басталады сонымен бұйырса қолым босап жатса бос уақыттар болып жатса мен всегда осында боламын давайте сіздермен бірге болған аманды келесі кездескенше деген сол келесі кездескен не болды менің тіліме құрсын былай шошып қалған жоқпын ба мыналардан келесі кездескенше қош сау болыңыздар